туралы айтып жатыр. Әлем біздің сол үшін қызудан. Бәрі жақсы, ойдағыдай жаттығудың бәрі жүріп жатыр. Біріншіден промоутерлерге рахмет айтқым келеді. Бұндай жекпе-жек ұйымдастырып жатқанына, және де Лараға рахмет айтқым келеді. Осындай жекпе-жекті қабылдап, біз үшін өте үлкен қуаныш. Қуаныштымын. Бұндай үлкен аңыз боксшымен мен үшін жұдырықтасу, ол үлкен баяғыдан арман болған, мақсат болған. Сол мақсатымызға жетіп жатырмыз. Әуесқой бокс кездерінде де көп оқу жаттығу жиындарында, Кубада болдық, жарыста. Олардың жалпы школалары, тактикалары бізге мәлім. Бізде әуесқой бокста бұрын үлкен текетірес болатын Куба, Қазақстан. Біз солақайлармен көп жұмыс істегенбіз. Ол ашық әңгіме. Өйткені ол кісінің енді біз кішкентай кезімізден көріп жүрген боксшы ғой. Өзіміз солақай болғаннан кейін бұл боксшілердің де боксын көп көргенбіз. Енді мен өзіме ойлаймын, қиын ештеңесі жоқ. Оның артқа көп жұмыс істейтінін білемін, түзу соққыларды көп жасайтынын білемін. Бәріне Құдай қаласа дайын боламыз. Бізге бұндай стильдер, бірінші рет бокс жасайын деп жатқан жоқпыз, бірінші рет бұндай күш көрейін деп жатқан жоқпыз. Сондықтан да біз жекпе-жекке дайынбыз. Енді мен Адамспен өзі спарринг істеп жүрдік қой, біз ол баламен. Енді ол жағынан вообще проблема жоқ еді. Ол өзінің енді не үшін келіспегенін ол өзінен сұрап аласыздар. Ал енді Лара келетін болса, солақай боксшы. Енді ол осы кәсіпқой бокста мысалы солақайлар аз ғой. Солақайлар аз болғаннан кейін сіздерде осындай сұрақ болып жатқан шығар. Бірақ бізде Қазақстанда бұндай солақайлармен Лара сияқты техничный боксерлармен көп бокстасқанбыз. Сондықтан да маған ол жаңалық емес. Келіскені рахмет. Бұл енді біздің 4 бөлу жинаудағы жолымыз ғой. Сол жолда осындай енді көп ұзатпай осылай келісіп бір жақсы қуантты бізді. Сондықтан да декабрьде жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамын. Бұндай мықты боксшыларды, чемпион боксшыларды біз сыйлаймыз. Мен шыны керек, бұндай Лараның кезінде ол жекпе-жегін көріп өскен балаларымыз ғой біз. Бұндай үлкен боксшыларды сыйлаймыз. Құдай қаласа, декабрь күні жақсы жекпе-жек, жақсы шоу көрсетеміз деп ойлаймын жанкүйерлерге. Өздеріңізге арнайы деректі фильм түсіріп жатырмыз. Оны да көріп жатқан шығарсыздар. Нәзік болса, енді өзім монтаждап оны жекпе-жектен кейін бірден назарларыңызға ұсынамын, Құдай қаласа. Бәрі ойдағыдай, бәрі тамаша болады, нәзік болса. Жөнебай аға бауыр інілерің. Ассалаумағалейкум. Жақсы, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Жарнамасы да зор, маркетингі де зор, барлығы зор Жәнібекте. Титул да бар. Құдайға шүкір. Сол әрдайым осылай тілеулес болып жүргендеріңізге рахмет. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңізді қараймыз, қолдау сөздеріңізді қараймыз. Одан кейін басқа аккаунттар болады, шетелдің аккаунттарына кіріп, қазақты қолдап жатқандарыңызды көреміз. Ол да біз үшін үлкен мәртебе, рахмет. Қазақ жанкүйерлері мықты екенін шетелде жиі айтады. Бірақ қазір мынандай нәрсе бар, ағайындар, соны ұмытып кетпеңіздер. Басқа шетелдің аккаунттарына жазатын кезде тек қана көк ту жеткіліксіз болып қалады. Кейде қазақша сөздеріңізді Google переводчик дегенге немесе чат GPT-ға салып, сол жерден аударып, ағылшыншаға аудар десеңіздер аударып береді. Соны пікір қылып жазсаңыздар, онда мүлде жақсы болады ол да. Өйткені шетелдік бақты білесіздер ғой. Біздің тренеріміз міне
тренерimiz Брайан Вилория деген тренер 4 дүркін көші фотайм world чемпионы, кәсіпқой бокстан 4 дүркін әлем чемпионы, әуесқой бокстан әлем чемпионы, олимпиадаға қатысқан Брайан Вилория деген 3 жылдан бері осы бапкермен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл бапкердің басқа бапкерлерден ерекшелігі, бұл бапкер өзі жеңіл салмақта бокстасқаннан кейін Жәнібекті аяқта тұрғызбайды ғой. Аяқта көп жүргізеді, аяқта жұмыс жасатқызады. Бұл өйткені ауыр салмақтағы боксшылар жаттықтырмағанда, сол үшін аяқта жылдам жүргізуге өте көп көмегін тигізіп жатыр. Қасқырмен боксшыны Брайанның көмегі жақсы тиіп жатыр. Аллаға шүкір. Барлық тамаша. Тарих жасауға келдік. Тарих жасаймыз, Құдай қаласа. Coach, is everything okay? How's training? Good? Very good. Perfect. Long camp. We're ready to fight. Дайынбыз дейді. Already ready. Жәнібек дайын Next дейді. week, we'll be ready for the fight. So that's Келесі аптада жекпе-жек болса, Жәнібек дайын болады дейді. Өте қарқынды, тиянақты дайындалып жатырмыз дейді бапкер. we're ready for the war December 6th. Дайын боламыз дейді. Рахмет ағайындар. Кәні мен. Мен де өзімде ұрпсам тренерді. Мен де салмақ тастап жатырмын. Байқалып тұрған шығар, аттан құлаған екен. 94 болып қалған салмағым. 86 болып жақсы болып қалдым. Құдай қаласа. Ағайындар, жақсы күндеріміз көп болсын. Тілеулес болыңыздар. Бұл тек біздің еңбегіміз, барлықтарыңыз. Бұл қазақтың еңбегі. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Тарих жасаймыз, тарих. Сол үшін жүрміз ғой. Әр нәрсені өз орында, өз уақытында жасап жатырмыз, Аллаға шүкір. Кош, сен қазаққа ұқсайды деп жатыр ғой. Everybody says you look like Kazakh. I think maybe. I wish. Yeah, I love Kazakh people. Қазақтар жақсы көремін дейді, өте жақсы көремін дейді. One day I'll visit. Бір күні мен Қазақстанға барам деп жатыр. The warriors. Жауынгер дейді, қазақ халқы жауынгер дейді. Alga. Алға, бәрекелді, кош, молодец. Жақсы десе. Қазақша үйреніп жатыр. Сендер бізге ағылшынша үйрен деп қойсыңдар, біз бұлар қазақша үйретіп жатсақ. Біздің нейді құртпасыңдар, стильді. Жоқ, бұл негізі түбі филиппиндік тренер ғой. Филиппиндік тренер. Coach, Kazakh fans called you to come to Kazakhstan. They said they're gonna prepare for you horse meat and sheep meat, special for you. I love horse meat. I had that before, so I can't wait. I want to come visit. When I'm not too busy, maybe I'll come visit. Маған жылқының еті ұнайды деп жатыр. Бір күні келем дейді, Құдай қаласа. Рахмет деп жатыр. I want to go to Berik's house. Okay. You wanna visit Shymkent? I want to see where's the famous part of Kazakhstan. Of course, Shymkent, coach. Where's the great Of course, Shymkent, coach. Almaty? Almaty, Shymkent, Astana is 3 big cities. First, you have to visit Shymkent. Where's this? Where is this? It's my city. What's it called? Shymkent. Shymkent. Yes, it's like South Kazakhstan, you know. South Kazakhstan. How Yeah. far is it from Almaty? Almaty is like if you fly 45 minutes. Oh, nice. Yeah. Okay. Drive? Drive. I want to ride horse. No, you can't. It's too long ago. 2 days. 3 I want days. to ride horse. Almaty. Алматы жақсы бәрі. Қазақстан барлық қала жақсы ағайындар. Біз енді әзілдеп отырмыз ғой. Оны түсініп отырған шығарсыңдар. Where was the world championship? Which one? When he fought, where was it? In Almaty. 2013? Yeah, in Almaty.
барлық қала әдемі. Қазақстанның барлық қаласы, барлық өңірі, барлық ауылы біз үшін қымбат, әр тасы қымбат. Біз жерге, ұлтқа, жерге, руға бөлінетін адамдар емеспіз, білесіздер ғой. Біз қазақпыз, біз қазақ. Маркетинг қолға алу, маркетинг зор болып тұр бауырым. Ағылшыншаларды қара, қазақстанды қара. Нағыз командалы жұмыс істейді. Спаррингіміз 4 спарринг қалды, құдай қаласа. Аумин, көз түймесін деп жатыр. Чемпион ғой енді. Босаңсымай ұрады дейді. Чемпион осындай болады. Рахмет, жылы пікірлеріңізге рахмет, ағайындар. Көкшетауда мұқият қараймыз дейді. Бәрекелді. Оңай емес, үлкен шаруа, үлкен жұмыс. 3 ай болды Америкада жүрміз. Енді көріңіздер ме, бір жетістікке жету үшін, мақсатқа жету үшін кей нәрселерді құрбан ету керек болады. Мысалы, салмақ тастағың келсе, тәтті тамақты, нанды құрбан етесің ғой, жемейсің. Сол сияқты жетістікке жету үшін бала шағаның бәрін тастап, ауыл аймақ тастап сағынасың әрине, бірақ жетістікке жету үшін бәріне дайынбыз. Ағайындармен де біраз пресс ұрып тастайық. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, жанкүйерлер. Өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша Ларамен өтетін тарихи жекпе-жектің деректі фильмін бастап кеттік. Түсірілімі өте қарқынды жүріп жатыр. Нәсіп болса, жекпе-жектен кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз, әдеттегідей. Тима Зайсан деген бауырымыз біздің деректі фильмді осындай 3-ші рет түсіріп жатыр. Тима, қаншалықты маңызды осындай деректі фильмдердің түсірілуі, сол туралы айтшы. Осы Жәнібек секілді чемпиондардың жолдарын осы балаларымыз жаңа ұрпақ көре алса, негізі мотивация алады өздеріне. Съемкалар қиын болып жатыр ма, Тима? Съемка қиын емес, өйткені жеңіл адамдармен жұмыс істеймін. Берік, Жәнібек өте жақсы, өте күшті настроениемен түсіреміз. Андай съемочный настроение жоқ та бізде. Бәрі жеңіл, таңертең тұрып, таңғы ас ішіп, Венеске келіп, осы мұхиттың жағасында. Жақсы локацияға кел. Тынық мұхиты. Жақсы съемкалар жүріп жатыр. Бүгін енді сенбі ғой. Сенбідегі демалысты пайдаланып, осындай бір жақсы жарқын кадрларды естелікке түсіріп алайық дедік. Біраз әңгімелер айтылып жатыр. Біраз факттар айтылып жатыр. Біраз нәрселерді көрсетіп жатырмыз. Деректі фильм біз үшін өте маңызды. Себебі біздің осы Америкаға сапарымызда қандай қиыншылықтар бар, қандай жақсылықтар бар, қандай нәрсе көріп жатырмыз, соның бәрін осындай деректі фильм арқылы елімізге, халқымызға жеткіземіз. Күтпегендей настроение бар. Постоянно жүресек. Мастер-класс.